Ассалаумағалейкум қазақ елі, күндеріңіз сәтті болсын, дендеріңіз сау болсын, бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын дейміз. Вдохновение не продается дейді, но рукопись можно продать дейді. Яғни шабыт сатылмайды, қолжазбаны сатуға әбден болады дейді. Қолжазбаны. Шабыт бүгін кеп тұр екен. Яғни бүгінгі әңгіме тектілік, тәкаппарлық жайында бір әңгіме қозғап жіберейік. Шабыт кеп тұрғанда. Ай, заман-ай, істің бәрі күмән-ай дейді. Арғымақты құлатып тай жүгірткен заман-ай. Арғымақтың жалын қырқыды, жақсыларды бет көрді. Күншығысқа қарайды, шашын алмай тарайды. Жүзі сары, көзі көк, құдайын білмес діні жоқ. Жақсылармен міні жоқ. Аузы басы жүн кәпір, жаяулап келер жұртыңа, балдымай жағар ұртыңа. Шенді шекпен кигізіп, жемқорларға жем беріп, ел қамын айтқан жақсыны сөйлетпей ұрар ұртына. Бауыздамай шер қаныңды, өлтірмей алар жаныңды. Ай, заман-ай, істің бәрі күмән-ай дейді ғой. Бұқар жырау. Элитаны айтып отыр. Жақсыны айтып отыр. Тектін айтып отыр. Жақсыларды бет көріп дейді. Арғымақтың жалын қырқып дейді. Элитаны айтады. Текті дейді. Текті деген парадигма. Телегей теңіз білім иесі. Осындай парасатты, қырандай, сүңгідей көзі жақынды емес, алысты көретін, қабырғасы қарабасын емес, халықтың бүгіні мен ертеңгі күні үшін қайысатын азаматтарды текті дейді. Ұлттық стандарттары мықты. Текті, қанында атой салған. Осындай азаматтарды текті деп әбден айтуға болады. Айтады ғой, кім, Бауыржан Момышұлы. Я устал дейді, от лицемерных улыбок дейді, взаимных вежливости дейді. Өтірік, жағымпазданған, кімнің бидайы бұрын піссе соның шылауында кететін, я болмаса кешегі ақиық ақынымыз Мұқағали Мақатаевтың жігітінен қазақтың достап алмай, қызда болсаң мен саған мұң шағамын дейді. Өмір анасы нәзік жан Фаризаға мұң шағып тұр. Жігітінен қазақтың достап алмай, қызда болсаң мен саған мұң шағамын дейді. Бұлар шындыққа тұншығып, әділдіктің жоқтығына әбден күйінеді, іші жанады. Бұлар өйткені текті. Текті дегеніміз ол жаңағы қан тазалығы, ұлттық қан, өзінің тұла бойында тегінде атой салатын ұрпақты текті дейміз. Көзінде оты бар. Іштен туған бала шоқ боп туады. Шоқ боп туған бала қар жауса да сөнбейді дейді. Кез келген формацияға, кез келген ситуацияға төтеп беретін азаматтарды текті дейміз. Халықтың бүгіні мен ертеңгісін ойлайтын азаматтарды. Айтады ғой, күл болмасаң бұл бол деп. Қолды бірақ сілтейтін арзан топтың ортасында болма дейді. Таудың тасын жарып шынар да шығады, жабысып қына да шығады дейді. Сен жабысып шығатын қына болма, жарып шығатын шынар бол дейді. Пақ шіркін-ай десейші. Мінекей, текті жігіттерді осылай деп, осындай мағынада суреттеп өтуге болады. Яғни көзінде оты бар. Жігіттердің жаңағы ұждан дейді, ары бар жігіттің. Көз жанары дейді, ары бар жігіттің ұжданы. Ары бар жігіттің көз жанары дейді, арсыз жігіттің қылышынан өткір болады дейді. Осы арлы жігіттер қайдан шығады деген сұрақ туады. Арлы жігіттер арлы ананың құрсағынан шығады, дәретсіз жер баспаған. Ары таза аналардың құрсағынан шығады дейді. Оны мен тарих куә. Мен тарихтан оқығанымды айтамын. Мен жеткізушімін. Тағы да айтамын. Бұларыңызды жаңа кешегі зерелер, дәретсіз Құнанбай дейміз беген, кешегі Абайды дүниеге әкелген ұлжандар, кешегі қаракесекті дүниеге әкелген қарқабаттарыңды, домалаған аналарыңызды, тоқмейілдеріңізді, Қазыбекті дүниеге әкелген. Осыларды арлы аналар деп айтып өтуге болады, құрметті қазақ елі. Кешегі Шайзүлдер, Шайзүл
Махамбеттің анасы сол бірде бір сол Шайзұл үй тіршілігін дөңгелетіп, текеметін сырмағын сілкіп, таза ауада үй тіршілігін жасап жүрсе, аттың үстінде кетіп бара жатқан Жәңгір хан Өтемістің үйіне бұрылған екен дейді. Өтеміс, Махамбеттің әкесі. Сонда Шайзұл далада үй тіршілігін дөңгелетіп жүргенде аттың үстінде тұрған Жәңгір айтыпты: хан, ей кемпір депті Шайзүлге, Махамбеттің анасына, елді бұзар ұлың қайда дейді. Махамбетті сұрап тұр. Сонда Шайзүл жалт қарап: ей, ақ патшаның жемсаулы құсылмегі, Махамбетті сұрасаң елден сұра, ел айтпаса ызыңдаған желден сұра, жел айтпаса жата қалып жерден сұра, жер айтпаса өзің кірер көрден сұра дейді ғой. Шіркін ай десейші. Осындай өзінің қателігін түсінген Жәңгір хан атын бұрып жөніне кеткен екен дейді. Жәңгір хан ол төренің ұрпағы ғой. Бұлар текті, бұлар өз қателігін түсінеді. Осы Шайзұлдың құрсағынан түскен Махамбеттер қандай болған? Оған тарих куә. Айтады ғой әгі: күнде жасып жүргенше қара көзден жас кепсін, тізерлеп өмір сүргенше қанжығада бас кетсін дейді. Көрінгіге жағымпазданып, кімнің бидайы бұрын піссе соның шылауында кеткен адамдарды қанжығада бас кетсін дейді. Шіркін ай десейші, еліңе тентек атанбай, қасарысқан қандасқа қанды көбік жұтқызбай, үйде жатқан жігітке төбеден атақ келсін бә дейді ғой. Әділдікті сүйетін, әділетсіз патшаның әділетсіздігін бетке айтатын азаматтарымыз мінекей осы Махамбеттей ақ болсын. Мына біздің сормаңдайлы жайықта ерлер аз ғой баратығын байыпқа. Тым кеш ұқтым Махамбеттей батырға, бүкіл қазақ ғашық болса айып па дейді ғой. Мұхтар Шаханов бағасын осылай берген ғой. Оған тарих куә. Кешегі Бөкен деген бір би өткен екен, жарлы дейді. Жарлы енді кедей болған ғой, бірақ би халықтың ішінде жүреді, барын бөлісетін, жыртығын жамайтын, тентегін түзейтін, азаматын ардақтайтын, осындай халық үшін жанын беретін бидің біреуі болса керек. Бөкен ылғи өгізбен жүретін көрінеді. Атқа мінбейді дейді, мінбейтін көрінеді. Бірақ ауылдың сал серілері, әл ауқатты мықтылары, байсымақтардың бәрі береді дейді, атты мінгізеді дейді. Бірақ Бөкен атқа мінбейді дейді. Ылғи сол өгіздің үстінде жүреді дейді. Содан бір күні бір жол жүріп келе жатқанда бір ағайыны кездесіп қап Бөкенге айтыпты: аға, мынауыңыз не, халқыңыз беріп жатыр ғой, не бір сәйгөлектерді, неге бір ат мінбейсіз? Мұның сыры неде депті. Бір ат мінетін уағыңыз болды ғой депті. Сонда Бөкен айтыпты дейді: ей бауырмау, жақсы айтасың ғой, атта жел болады, атта жел болады. Атты мінген адамға жел бітеді. Жел біткен адамға тәкаппарлық пайда болады. Тәкаппарлыққа табиғатына сіңген адам, тәкаппарлық табиғатына сіңген адам, ол ақ пен қараны айырамайды депті. Тәкаппар пасықтық қой, пасықтық. Ақ пен қараны айырамайды дейді. Ақ пен қараны айырамайтын адамның билігі әділ болмайды деген деп жауап берген екен Бөкен. Шіркін ай десейші. Осындай мықты билеріміз айтады ғой: ханның қасындағы би ақылды болса дейді, кеме жермен жүреді дейді. Би ақылды болса дейді, кеме жермен жүреді дейді. Кеме өзі немен жүреді? Көлмен жүреді ғой. Ақылды болса жермен жүреді дейді. Бұзықтар өледі, пышаққа құлшынып. Арулар өледі, пышаққа тұншығып. Арғымақ өледі, артында шаң қалып. Жамандар өледі, жақсыға таң қалып. Иілгіш тас болғанша сынған артық. Қасыңа бәле келсе тынған артық. Мінгенше жамандармен алтын таққа, жақсылармен бірге түскен зындан артық. Бір күн озып барады бір күннен, етек жеңін тікенекке ілдірген, хан базарын қанден етке талатып, қарғаларды қатар қойған бұлбұлмен дейді ғой. Шіркін ай десейші. Әңгіме жетеді, жақсы сөздерді жаудыртып айтам тыңдағандарға. Оққан, тоққан, кешегі көне ақсақалдардан естіп қалған жазбағандарымыз баршылық, Құдайға шүкір. Менің осы әңгімемді
Тыңдағыларыңыз келсе, YouTube арнасына тіркеліп кетулеріңізді сұраймын, құрметті қазақ елі. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қой үстінде боз торғай жұмыртқалайтын заман болсын. Көңілді жүрейік, күліп жүрейік, күлдіріп жүрейік, күлкі болмайық. Амандықта болайық.